Армысыздар, бүгін біз present simple шағын қарастыруды жалғастырамыз. Оның ішінде have етістігін талқылайтын боламыз. Ол бізде бар деген сөзді білдіреді. Ол бізде бір нәрсені иеленген кезде, мысалы менде бір зат бар деп айту үшін қолданылады негізінде. I have a car, менің көлігім бар. Немесе, мысалы сіздің үй жануарыңыз бар делік. I have a dog, менің итім бар. Немесе ол сіздің отбасы мүшелеріңізді де айтуға қолданылады. I have 3 children, менің 3 балам бар. Немесе бауырларыңызға да I have a sister, менің әпкем немесе қарындасым, сіңілім бар деп айтуға. Немесе ол сізде белгілі бір ауру немесе сезімдерге байланысты қолданылады. Мысалы, I have a headache, менің басым ауырып тұр. Менде басы ауруы бар. Немесе I have a cold, маған суық тиді деп айтуға керек. Немесе ол сіздің белгілі бір жағдайыңызды, мысалы қиындықтарға I have a problem, менің проблемам болып тұр. Менде проблема бар. Немесе сізде бар жоспарлар және тапсырмаларға да қолданылады. Мысалы I have a meeting, менің кездесуім бар. Немесе ол құқықтар мен міндеттемелер I have responsibilities, менің міндеттерім бар. Істеу керек. Немесе сіздің идеяларыңыз және ойларыңыз сізде бар. I have a question, менің сұрағым бар. Келесі мәселе бізде have етістігі eat және drink етістіктерінің орнына қолданыла алады. Мысалы, have breakfast, have lunch, have dinner. Таңғы ас ішу, түскі ас ішу, кешкі ас ішу. Немесе жеу деп түсінуге болады. Немесе біз жеу демекші кез келген тамақты жеуді айтсақ болады. Ол тек қана present simple'да емес, өткен шақта да айтуға болады. Мен мысалы жедім деп. Не болмаса, таңғы асқа мен әрдайым сұлы жеймін деп айтатын болсақ. I have cereal for breakfast. Немесе каша дейміз ба, жарма дейміз ба, қалай айтсақ та. Таңғы асқа мен осы нәрсені жеймін деп айту. Немесе кез келген ішу, кез келген сусынға да сіз айта аласыз. I have tea with lemon. Мен шайды лимонмен ішем. Ол жалпы сіз жайлы present simple'да қолданылады. Немесе айтқандай басқа шақтарда да қолдануға болады. Келесі мәселе have етістігі take және do етістіктерінің орнына қолданыла алады. Мысалы, I always have a shower before bed. Мен ұйықтар алдында әрдайым душқа түсемін. Бұл жерде рутина, күнделікті душқа түсуіңіз. Немесе душқа ұқсас I usually have a bath when I feel cold or tired. Мен әдетте жаурағанда немесе шаршаған кезде ваннаға түсемін дейді. Ванна қабылдаймын. Немесе ол белгілі бір тұрақты тіркестерде болуы мүмкін. Let's have a break. Have a break деген ол үзіліс алайық дейді, үзіліс жасайық дейді немесе. Келесі сөз маған ұнайды. I have a nap after lunch. Мен түскі астан кейін ұйықтап алам дейді. Ол сонда қысқа ұйқы, nap деген. Sleep деген ұзақ ұйқы болса, түнде ұйықтайтын. Nap ол бір немесе одан да аз, немесе 2 сағат жалғасатын ұйқы. Мен бұл жоғарыда айтылған етістіктердің барлығы action verb болып табылады. Ол дегеніміз бізде негізгі етістік немесе іс-қимыл етістігі деген сөз. Олар бізде жай ғана есімдікпен бірге айтыла салатын present simple'да. I have, менде бар, you have, сенде бар, we have, бізде бар, they have, оларда бар. Немесе ол үшінші шақ болуы мүмкін. Үшінші шақта біз present simple'да s жалғауын жалғайтынбыз етістікке. Немесе бұл жағдайда have бізде етістік has етістігіне ауысады. He has, ода бар, she has, ода бар, it has, ода бар. Бірақ сіздер есте сақтауларыңыз керексіздер. Бұл нәрсе үшінші шақ ол заттың аты да болуы мүмкін. Мысалы, Арман бала ол he. Арман has деп айтасыздар. She мысалы Айгүл болса, Айгүл has деп айтасыздар. Осы нәрседен сіздер қате кетпеулеріңіз керексіздер. Мысалы, she has a new phone. Оның жаңа телефоны бар. Немесе, Айгүл has a new phone деп айта аласыздар. Немесе, he has a driver's license. Оның жүргізуші куәлігі бар. Немесе, Арман has a driver's license. Арманда жүргізуші куәлігі бар. Право, Ал болымсыз түрде бізде don't сөзі көмекке келетін. I don't have, менде жоқ.
You don't have. Сенде жоқ. We don't have. Бізде жоқ. They don't have. Оларда жоқ. Ал үшінші жақта ол don't емес doesn't сөз болатын. He doesn't have. Ода жоқ. She doesn't have. It doesn't have. Бірдей, иә? Мысалы, we don't have enough money. Бізде ақша жетпейді. Enough деген жеткілікті мөлшерде деген сөз, иә? We don't have enough. Бізде жеткілікті мөлшерде бір нәрсе жоқ. Money, мысалы, ақша. Немесе, he doesn't have a cold anymore. Anymore деген бұдан былай, немесе берден, осыдан деген, иә? Оған енді суық тиген жоқ деп аударамен, ол енді ауырып атқан жоқ деп айтуға болады. Ол енді жазылып кетті дегендей мағынада. Ал сұрақ қойған кезде біз do етістігі сөздің немесе есімдіктің, зат есімнің басына шығатын. Do I have? Менде бар ма? Do you have? Сенде бар ма? Do we have? Бізде бар ма? Do they have? Оларда бар ма? Ал үшінші жақта ол әрине does. Does he have? Ода бар ма? Does she have? Does it have? Көрейік. Do you have breakfast early? Сіз таңғы асыңызды ерте ішесіз ба? Бұндай сұрақтарға біз я немесе жоқ деп жауап бере алатын неге? Do you have десе, yes I do деп айтуға болады. Я, мен ерте ішем таңғы асты. Немесе, жоқ, ерте ішпеймін десеңіз, no I don't деп жауап бере аласыздар. Үшінші жақта қарайық. Does she have any problems? Оның проблемалары бар ма? Yeah? Yes, she does. No, she doesn't деп жауап беруге болады. Келесі мәселе auxiliary verb. Ол бізде көмекші етістік деген сөз. Do немесе does, олар да көмекші етістіктер. Бірақ біз have етістігінің де көмекші етістік формасы бар екенін білуіміз керекпіз. Өйткені ол бізде present perfect шағында өте көп қолданылатын болады. Дегенмен present simple шағында да бар ол мәселе. Дегенмен көп курстар немесе қазіргі таңда ол қатты қызық емес тақырып болуы мүмкін адамдарға, немесе ол нәрсені қарастырмағанды жөн көреді ме? Неліктен екенін білмеймін, бірақ осы мәселені көп айтпайды. Өйткені бізде have қасына got деген сөзді қосып айту керек. Have got деп айтасыздар егер көмекші етістік қылып айтқыларыңыз келсе. Өйткені have көмекші етістік болған кезде оның қасында үшінші формадағы етістік болу керек. Мысалы, get-тің үшінші формасы got деп айтылады. Иә? Сондықтан барлығы қиын сияқты болып көрінеді. I have got a car. Менің көлігім бар. Жаңа біз жай ғана I have a car дейтін болса, I have got a car деген ұзағырақ сияқты. Бірақ екеуі бірдей нәрсені білдіреді, заттарды елену. Дәл жаңағы айтылған мәселедегідей, менде машина бар. Немесе I have got two brothers. Менің екі ағам бар, немесе екінім бар. Бұл жағдайда да дәл сондай мағынада менде бір нәрсе бар деп айту. Сондықтан негізгі етістік have және көмекші етістік have got екеуі бірдей. Бірақ сіздер ойлауларыңыз мүмкін, сіздер неге біз бір сөзді қосамыз, оданша қалдырып кетеміз деп. Осы тұрғыда мүмкін have got адамдарға қызық емес шығар. Дегенмен ол мысалы осы жағдайда қолданылған грамматикалық тұрғыда дұрыс. Мысалы, I have got brown eyes. Менің көздерім қоңыр. Физикалық сипаттарға байланысты have got деп айту дұрысырақ. Немесе I have got long hair. Немесе I have got long red hair. Менің ұзын қызыл шашым бар. Рыжий, да? Рыжий шаштарым бар деп айтатын болсақ. Сонда бізде have got деген Британияда кеңінен таралған форма, ал have деп жай ғана айтатын болсаңыз, ол Америкада таралған. Мысалы физикалық сипаттамаларға да, физикалық атрибуттарға да have-ті американдықтар қолдана береді. Бірақ егер сіз Британияның акцентін қолданам десеңіз, have got осы тұрғыда дұрыс болады. Ол жаңағыдай барлық формада бірдей. I have got, you have got, we have got, they have got. Бірақ көмекші етістік have-тің артықшылығы ол бізде қысқарып кете алады. Өйткені have-тің әлсіз формасы of, I've got, you've got, we've got, they've got деп айтуға болады. Мағынасы дәл солай. Мысалы, I've got a personal computer. Менің жеке басымның компьютері бар. Personal computer дегенді қазіргі таңда PC деп қысқартқанды жақсы көреді. Немесе орысша айтатыны ПК деп айтады көбінесе. Өзімнің компьютерім бар.
Ал үшінші жақта ол he has got, she has got, it has got деп ауысатын болады. Әлбетте. Олардың бізде әлсіз формасы бар. He's got, she's got, it's got. Осы жерде бір шатастыратын мәселе бар. He is, to be етістігі, және he has, have етістігі, to have етістігі, екеуі қысқарған кезде бірдей қысқарады. His, she is, it's деп. Айырмашылығы, егер ол have болатын болса, немесе has бұл жағдайда, ол әрине қасында got деген сөзді, немесе басқа бір үшінші формадағы етістікті алып жүретін болады. He's got, he's had, немесе тағы солай. Сондықтан айырмашылығын табу өте оңай. Мысалы, she's got a lovely smile. Оның күлкісі сүйкімді. Әрине бұл жерде ол to be етістік емес, өйткені got сөзін көріп тұрсыздар, Ал бұл көмекші етістіктің болымсыз түрі әлбетте not сөзінің қосындысымен болады. I have not немесе I haven't got деп айтуға болады. You haven't got, we haven't got, they haven't got. Немесе үшінші жақта he hasn't got, she hasn't got, it hasn't got деп айтылатын болады. Мысалы, we haven't got any food left. Бізде тамақ қалмады. Немесе he hasn't got many friends at school. Оның мектепте достары көп емес. Ал сұрақ қойған кезде біз have көмекші етістігін басына шығарамыз. Have I got? Менде бар ма? Have you got? Сенде бар ма? Have we got? Бізде бар ма? Have they got? Оларда бар ма? Үшінші жақта әрине ол has. Has she got? Has he got? Has it got? Оларда бар ма? Мысалы, have you got any children? Сіздердің балаларыңыз бар ма? Олар егер, балаларымыз бар дейтін болса, yes we have деп жауап береді. Балаларымыз жоқ дейтін болса, no we haven't деп жауап беретін болады. Немесе, үшінші жақта сұрақ қояйық. Has he got any siblings? Оның бауырлары бар ма? Егер бар болса бар деп айтады, жоқ болса жоқ деп айтады, Демек бізде have және have got мағынасы жағынан бірдей деп қайталана кетейік. Дегенмен формалары әртүрлі болады. Өйткені біреусі негізгі етістік, біреусі көмекші етістік. You don't have, сенде жоқ. You haven't got, сенде жоқ. She doesn't have, she hasn't got. Үшінші жақта. Немесе сұраулы сөйлемде do you have you got? Немесе үшінші жақта does she have, has she got? Деп осылай айырмашылықтарын сіздер көре аласыздар. Жай ғана шатасып қалмау керек. Have got-қа байланысты тағы да бір маңызды мәселелердің біреусі ол to сөзін қосуға болады. Оны біз infinitive деп айтамыз. Ол жағдайда біз have got to жаңа мағынаға ие болады. Ол бізде бір нәрсені істеуім керек деген сөз. Ол сіздің міндеттемелеріңізді немесе қажеттіліктеріңіз, ол дегеніміз мұқтаждықтарыңызды айтуға көмек беретін форма. Мысалы, ол бізде have to деген формамен бірдей мағынасы. Have got to-ды көп курстарда немесе жалпы грамматикада үйретпейді. Have to-ды әлбетте үйретеді must деген сияқты модалды етістіктермен бірге. Сондықтан оны болашақта қарастырамыз деген үміттемін. Бірақ бүгін have got to сол have to-мен бірдей екенін, маған бір нәрсе істеуім керек деген мағынаны білдіреді. Демек, немесе істеуім обязан дейді ғой мысалы. Істеуге міндеттімін деп айтуға керекті форма. Мысалы, I've got to finish this report by tomorrow. Мен бұл есепті ертеңге дейін аяқтауым керек. Report деген немесе report бізде отчет дегенді білдіреді. Есеп беру. Біз айтқан болатынбыз have got Британияда көбірек қолданылады деп. Дегенмен have got to формасы Америкада да көп қолданылады. Бірақ ол американдықтар got сөзін got деп айтады көбінесе. I've gotta деп айтатын болады. I've gotta finish this report by tomorrow. Мен бұл есепті ертеңге дейін аяқтауым керек деп американдық айтатын еді. Сондықтан бұл форма, егер сіз американдық ағылшын тілін үйреніп жатсаңыз, ол жағдайда да өте пайдалы. Келесі мысал, You've got to see this movie, it's amazing деп американдық айтатын еді. You've got to see this movie, it's amazing деп британдық айтатын еді. Сен бұл фильмді көруің керек, ол керемет деп айтып тұр, Келесі мысал, She's got to leave now or she'll miss her train. Ол қазір кету керек,
әйтпесе пойызынан кешігіп қалады. Немесе she's gotta leave now or she'll miss her train. Иә? Енді сұраулы сөйлем. Have you got to work this weekend? Осы демалыс күндері жұмыс істеуің керек па? Жұмыс істеуің міндеттісің ба? Дегендей мағынада айтылып тұр, иә? Не үшін біз бірден сұрақ формасына көшіп кеттік сұраулы сөйлемге? Өйткені have got to-дің болымсыз формасы жоқ. Ол болымсыз түрінде жай ғана have to формасын қолдануға болады, бірақ have to-ды біз әлі қарастырмадық айтқанымдай. Сондықтан you don't have to go if you don't want to. Егер қаламасаң, барудың қажет жоқ. You don't have to use have got to if you don't want to. Егер сіздер have got to-ды қолданғыларыңыз келмесеңіздер, міндетті емессіздер дегендей мағынада болымсыз түрі жоқ. Ал енді қорытынды ретінде have-пен бірге жүретін ең кеңінен таралған сөз тіркестерін қарайық. Have-пен бірге қолданылатын жағдайлар. Meals and food. Біз айттық тағамдарға байланысты. Have a snack. Закуска жеу. Сонда тіске басар бір нәрсені жеу. Have a snack деп айтады. Have something to eat or drink. Бір нәрсе жеу немесе ішу деген сөз. Have a coffee or tea. Шай ішу немесе кофе ішу. Біз айтқан болатынбыз бір чашка шай, бір чашка кофе ішу деген мағынаны білдіреді. Келесі демалуға байланысты. Rest and relaxation. Have a rest. Демалу. Have a break. Үзіліс жасау. Have a nap. Ұйықтап алу. Have a good time. Уақытты жақсы өткізу. Have fun. Көңіл көтеру деген мағынаны білдіреді. Келесі жағдайлар social and communication. Have a chat немесе have a chat. Американдықтар айтуы бойынша сөйлесу жай ғана. Сөйлесейік дейсі, let's have a chat. Сөйлесейік. Немесе дәл сондай мағынада have a conversation. Әңгімелесу, сөйлесу. Have a word деген сізді бір сөзге бола ма, бір минутқа бола ма дегенде, немесе әңгімелесіп алайық дегенде, have a talk, дәл солай. Әңгімелесейік. Әңгімеге шақыру адамды. Have a meeting, кездесу. Немесе let's have a meeting, кездесейік дегендей мағынада. Келесі жағдайлар thoughts and plans. Немесе ойлар және жоспарлар. Have an idea, идея бар. Мысалы, I have an idea, менде идея бар. I have a plan, менде план бар, немесе жоспар бар. Have doubts, менде күмән бар, немесе күмәндар бар. Have a dream, менің арманым бар. I have a dream, менің арманым бар. Келесі emotions and reactions. Have a problem, біз айттық, проблема бар. Have a feeling, сезім бар. Have a laugh, күліп алайық дегенде, немесе күліп алу. Have a cry, жылап алу. Have an argument, ұрсып қалу, сөзге келісіп қалу. Have a fight, төбелесіп қалу деген мағынада. Келесі жағдайлар relationships and experiences. Қарым-қатынастар және тәжірибелер адамның бастан кешетін. Мысалы, have a baby, бала болуы. Мысалы, екі қабат әйелдер айта алады, I'm having a baby деп, мен бала көтеріп жүрмін, менің аяғым ауыр деп. Немесе have a boyfriend or girlfriend, менің жігітім бар, немесе қызым бар дегенде. Немесе have friends, менің достарым бар дегендей мағынада. Келесі денсаулыққа байланысты. Health. Have a cold, біз айттық, суық тию. Have a flu, ол грипп тию. Немесе гриппават ету. Дейміз ба, қалай айтамыз? Have a headache, бас ауруы. Have a toothache, тіс ауруы. Have an allergy, ол бізде аллергия болу. Have an allergy, немесе американдық айтылуы. Аллергия болуы бір нәрсеге адамның. Келесі мәселелер work and responsibilities. Жұмыс және жауапкершілік. Have a job, жұмыс болуы. Немесе айтамыз әрдайым американдықтар екінші оны ағып айтқан жақсы көреді. Have a job, жұмыс болуы. I don't have a job, мысалы менің жұмысым жоқ деп айтуға қолданылады. Немесе have an interview, интервью өткізу. Have a day off, демалыс болу. Мысалы жұмыстан демалысқа шығу, немесе мысалы сіздің кәдімгі жоспарлы демалысыңыз жұмыстан. I'm having a day off, менің бүгін демалысым, демалып жатырмын дегенде. Have a work to do, істеу керек жұмысым бар. I have a work to do, мен істеуім керек жұмысым болып тұр дегенде. I've got to go, мен кетуім керек, жұмысым бар істейтін деп айтатын болсаңыздар. Келесі мәселе possessions and needs. Сізге
қажетті, мұқтажды заттар немесе сіз еленіп тұрған заттарыңыз. I have a car. Менің машинам бар. Have time. Уақытым бар. Have money. Ақшам бар. Have a house. Үй бар. Have a pet. Үй жануары бар. Have an appointment. Осы жағдай көп қолданылады. I have an appointment. Менің кездесуім бар, жоспарланып қойған. Демек, бір адаммен немесе белгілі бір жерге сіз кездесу ұйымдастырып қойғансыз. Мысалы, I have an appointment to a hairdresser. Мен парикмахерге записаться етіп қойғам, жазылып қойғам деген кезде I have an appointment деп айта аласыздар. Тырнақ істетуге, кез келген бір нәрсеге мысалы жазылып қойсаңыз I have an appointment деп айтасыздар.